міне француздың жазушысы Бальзак. Бұл кісі жүздеген роман жазамын деп адамшылық комедиясы деген сериямен жазған романдар. Мынау Блеск и нищета куртизанок деген кітабы. Ал Евгения Гранде деген орыс тіліндегі кітабы. Бірнеше әңгіме повестермен. Евгения Гранде деген романы шағын ғана өзі. 140 бет. Бұл кісінің қазақ тіліне Жұмағали Смағұлов аударған Үзілген үміттер деген жазушылар романы бар. Тамаша роман. Жас жазушыларға меніңше оқу керек. Мен бұл Бальзакты не үшін айтып отырмын? Бальзакты кезінде әуезовтер жақсы көріп оқыған. Ол кісі осы кісіден үйренген көп нәрсені. Қазіргі қазақ жазушыларында, қазіргі әсіресе жастарында роман жазамын, роман конкурсына қатысып жүрмін деген жастарға керек. Неге десеңіз, бұл кісінің қоғамдық өмірге қатты араласқан, сонымен қоса қоғам өміріндегі көптеген топтардың, адамдардың психологиясын көп зерттеген адам, солардың арасында жүрген адам. Сондықтан бұдан үйрену керек бұл жазушылардан. Көбінесе мен жас жазушылардың кейде бір көзқарастарын айтып жатады. Отырып, алға отан отырып. Солайша жазу керек, былайша жазу керек. Мен ананы оқимын, мен соған еліктеп жазамын деп. Меніңше жас жазушы бір ғана жазушыға тыйылып қалмау керек. Бұлардың бәрін қарау керек. Қалай жазған, не үшін жазған, қалай зерттеген тақырыптар. Осы жағынан алғанда біздің жастарымызға, үлкен жазушыларымызға да үйренетін нәрселер көп. Біз міне қазақтың әдебиетімен шектеліп қалмау керек дегенде, қалай жазу керек деген мәселеге қарауымыз керек. Содан кейін бұлар енді француздар, европейцтер. Ал біз енді қазақпыз. Олардың өміріне қарағанда біздің өміріміз басқаша ғой. Ұлттық ерекшелігіміз бар, соны ескеру керек болады. Осы менің айтайын дегенім жастарға. Мына кімде қарағанда, мына ағылшын әдебиетінде де көптеген жазушылар бар, үлкен жазушылар бар. Мысалы, Шоқан Уәлихан Теккерейдің романдарын жақсы көрген. Тағы да көптеген Шекспирде қарап оқуға болады. Образдарды қалай жасаған, кейіпкерлерді қалай шығарған деген мәселелерді қарасаңыз, одан жазушы қалыптасып көп нәрсені ұтады.